Келесі келесісі x-тің 4 дәрежесі минус 10x-тің квадраты үлкен емес екен минус 9-дан. Минус 9-ды теңдіктің 10 жағына апаратын болсақ, бұл бізде соңғы есеп минус 9-ды сол плюс болып барады. Үлкен емес екен 0-де. Бұл b квадратты теңдеу болғандықтан жаңа айнымалы енгіземіз. X квадратты мен t деп алайын. Ары қарай. Бұл бізде t-ның квадраты болады. Минус 10t шығады. Қосылған 9. Тең 0. Осы жерде t1 мен t2-ның қосындысы бізге береді екен 10. Бетпен жарасылайық. Ал t1 мен t2-ның көбейтіндісі бізге береді екен 9-да. Ол бізге қандай сандар? 9 пен 1 деген сөз. t1-іміз 9-ға тең, t2-іміз 1-ге тең. Енді осы 9-ды жерге апарып қоя саламыз. Сонда бізде ары қарай x-тің квадраты тең 9 деген сөз бізде. Және x-тің квадраты ол 1 деген сөз. Енді түбірден алатын болсақ, 9-да ол бізде шығады плюс минус 3. Мына жақтан алатын болсақ, түбірден 1-ден түбірі мен ол плюс минус 1 шығады. Осыны интервалға сызамыз. Интервалға минус 3 сосын минус 1 және 1 3 аралықтарын қазір таңбаларын анықтауымыз керек. Бізде x4 мына жақтан сразу жазбайық, ол плюс минус плюс минус плюс. Өйткені аның мәні тармағымыз 0-ден үлкен. Яғни плюстан басталады екенбіз. Енді қараңыздар, 0-ден үлкен деген плюс аралықты боямыз. Плюс аралықты боямыз, плюс аралықты боямыз. Сонда жауабымыз мына жаққа салайық. Жай жақша минус шексіздіктен минус 3-ке дейін болады. Тік жақша. Келесі бірігуі минус 1-ден 1-ге дейінгі аралық. Келесі бірігуі тік жақша 3-тен плюс 3-ге дейінгі аралық. Осы бізден жауабы. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийға жазып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.